Балалар, бүгін өтетініміз камера көтеріп балалар, бүгін өтетініміз квадрат теңдеу. Квадрат теңдеу дегеніміз міне атайды білер, яғни екінші дәрежемен беріледі. Енді квадрат теңдеу бізде түрлі жағдайда беріледі. Бірінші жағдай қарастырайық. Мысалы, x квадрат минус 6x қосылған 0 тең плюс 90 бөлісі бұны бұл жерде түбір тауышы ең алдымен дискриминант. Дискриминант дегеніміз мынау квадраттың алдындағы коэффициент а, мынау b, мынау с болады. Яғни сонда а тең 1-ге, b тең минус 6-ға, с тең 9-ға. Енді дискриминант, бірінші дискриминантты тауып аламыз. Дискриминант дайын формула. Квадрат минус 4ac. Ендеше апарып орнына қой. Бұның орнына не тұр? Ендеше минус 6 квадрат қанша болады? 36. Минус 4 көбейтілген аның орнына не жазамын? Көбейтілген сының орнына 9. Тең 36 азайтылған қанша болады? 36 болады. Тең 0-ге. Яғни мұнда дискриминант неге тең болып қалды? Дискриминант неге тең болды? 0-ге. Бала, егер де дискриминант 0-ге тең болса, онда бізде бір-ақ түбір бар. Осы квадрат теңдеудің бір-ақ шешімі бар. Ендеше, кәдімгі формулаға бұл жерде мысал. X тең минус b бөлінген 2a боласы бар. Минус b деген формулада минус бар. Өзі минус 6-ға деген не болады? Плюс 6 бөлінген 2 тең 3 болды. Тек қана 3 деген ғана түбірі бар. 3 деген ғана түбірі бар. Сонда дискриминант 0-ге тең болса, неше қанша түбірі болады? 1 ғана түбірі бар. Енді екінші жағын шығарайық. Екінші x квадрат қосылған 4x қосылған 4 тең 0. Дискриминант мұнда 4 квадрат қанша? 16 азайтылған 16 тең 0. Ендеше бұның қанша түбірі бар? 1 ғана түбірі бар. Егер де дискриминант 0-ге тең болса, 1 ғана түбірі бар. Келесісін қарастайық. X квадрат минус 5x қосылған 6 тең 0. Арай дискриминант формулағандай v квадрат минус 4ac. Бұның орнына не тұр? Минус 5. 1 квадраты 25. Азайтылған 4 көбейтілген 1 көбейтілген 6 тең 25 азайтылған 24 тең болады 1-ге. Бұл жерде түбір шықты ғой? Ендеше бұның ары қарай неше түбірі бар? 2 түбірі бар. Ендеше x бірінші және екінші түбір формула минус v плюс 5 арасында дискриминант бөлінген. Неге тең менде? Минус 5-ге. Дискриминант 1-ден 1 шығады. 2. Сонда x бірінші түбір тең 5 қосылған 1 бөлінген 2 қанша болады? 3. X екінші түбір 5 азайтылған 1 бөлінген 2. Яғни бізде дискриминант мәселе не болды? Дискриминант 0-ден үлкен, яғни сан шықты ғой. Дискриминант егерден 0-ге тең болса, қанша түбір болады? 1. Дискриминант 0-ден үлкен болса, 2 түбір. Енді мына жерде тағы бір жағдай бар. Мына жерде үшінші теңдеу дискриминант табайық. Дискриминант тең минус 5 болады 25 минус 40 минус 15. Егер де дискриминантым 0-ден кіші, яғни теріс сан болса, онда мүлдем түбір болмайды. Түбірі жоқ оның. Түбірі жоқ. Түсінікті ма? Ендеше есеп шығарамыз. Өшіресің. Минус b квадрат. Квадрат минус 4 көбейтілген а көбейтілген с. Орнына апарып қой. Минус 5 бізде 25 болып кетеді. 25 минус 4 көбейтілген 1 тең 25 минус 16. Тең нешеге? Тең ары көбейтсе 9-ға. 9 қанша түбірі болады? Біз уже білеміз ба? 2 түбірі болады. Ендеше x1 және x2 түбірді іздейміз. Плюс минус дискриминант бөлінген 2a тең. Минус v бізде плюс болып кетеді. Дұрыс. 5 плюс 9-дан 9-дан 3 шығады. 3 шығады. 2 болады.
X біріншіде біріміз. Тас. Төрт болады. Дұрыс. Екіншіде біріміз. Бір болады. Келесі Сабина дейді. Арқақтан үші. Дұрыс па, сұрақ бар ма? Келесі Сабина. Сәлем